Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін бізде марафонның 3-ші күні жалғасуда. Жалпы бүгінгі сабақта сіздермен бірге Future Simple тақырыбын үйренетін боламыз. Future Simple дегеніміз не, оны қалай қолданамыз, басқа шақтардан Future Simple'ды қалай ажыратамыз, осы жайында талқылайтын боламыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Ал ендеше мен бастайын, сіздер тамашалаңыздар. Жалпы Future Simple сөзін естіген кезде көз алдарыңызға не елестейді? Мысалы, мен кез келген шақты естіген кезде көз алдыма өткен шағым немесе дәл қазір не істеп жатқаным немесе болашақта кім болатындығым елестейді. Ал енді Future Simple дегеніміз ол бізде болашақ, яғни болашақты айтатын шақты біз Future Simple дейміз. Алдағы қойған бір мақсаттар, мысалы, 2 күннен кейін мен мысалы Астанаға барам деген секілді өзіңізде пландар бар болса, сол пландарды біз Future Simple арқылы айтамыз. Яғни бұл планда бізде болашаққа қойылған пландар болады. Яғни жоспарлар. Болашаққа қойылған жоспарларды сіздер Future Simple арқылы айтасыздар. Ал енді жалпы Future Simple дегеніміз ол болашақ шақ, келер шақ. Бір сөзбен айтқанда, Future Simple ол келер шақ. Әлі бізде келмеген, өтіп кетпеген, болашақта келетін шақты, келер шақты Future Simple дейміз. Future Simple'ды сол болашаққа, келер шаққа қойған мақсаттарыңызды айту үшін қолданасыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді Future Simple'дың грамматикасымен танысайық. Future Simple'дың грамматикасына толықтай назар аударатын болсақ, ең алдымен міндетті түрде әрине subject болады. Are you with a he she it plus will be plus verb. Яғни Future Simple'да бізде көмекке келетін етістігіміз, көмекші етістігіміз will be болады. I will be, you will be, he will be, she will be, they will be. Кез келген subject пронаунға, яғни кез келген есімдікке ол he болсын, ол she болсын, ол I болсын, барлығына will be кетеді. Яғни will be жүреді. Will be-ден кейін бізде міндетті түрде етістік, яғни ойдамын. Яғни бізде Future Simple ол өте оңай грамматикалардың бірі. Енді негатив жағдайына қарайтын болсақ, will-ға, яғни will деген көмекші етістікке not сөзі жалғанады. Are you with a he she it plus will not сөзін қысқартатын болсақ, won't болады. Are you with a he she it plus will not plus verb. Етістік инфинитив. Үш шақтада, яғни үш жағдайда да етістік бізде инфинитив түбірі тұрады. Ал енді сұрау жағдайға қарайтын болсақ, will алдынан шығады. Will I, will you, will we, will they, will he, will she, will it plus verb. Яғни will алдынан шығады да көмекші етістігіміз. Одан кейін есімдіктен кейін міндетті түрде етістік жүреді. Түсінікті болды ма сіздерге оқушылар? Менің ойымша ең оңай тақырыптың бірі осы Future Simple тақырыбы, өйткені көмекші етістік бір ғана, ол ешқандай өзгеріске ұшырамайды, барлығына бірдей көмекші етістік жалғайсыздар. Одан кейін етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды, тек қана сол етістіктің түбірі тұрады. Оған да ештеңе жалғанбай, барлығына кез келген есімдікті айтқан кезде етістіктің түбірін қолданасыздар. Ал енді мына сұрау жағдайда жай ғана сол will алдына шығады. Will алдына шыққаннан кейін әрине етістік есімдіктен кейін тұрады. Ал негатив жағдайында will сөзіне жай ғана not сөзі жалғанады. Will not деп қолдансаңыздар да болады, won't деп қолдансаңыздар да болады. Негізі көп жағдайда won't деп қолданады, қысқартылған формасы көбінесе американдықтарға ыңғайлы. Сондықтан won't деп қолдансаңыздар болады. I won't деп айтсаңыздар болады. Түсінікті ғой. Мен жазған 3 мысалға қарастырайық. I will go to the school next year. Мен мектепке келесі жылы барамын деп тұр. I will, қараңыздар, талдайық. I will бізде бұл жерде Future Simple екендігін білдіреді. Міндетті түрде, мен қызылмен жазып қойғаным. I will-дан кейін бізде міндетті түрде етістік жүреді. I will go to the school next year. Next year дегеніміз келесі жылы дегенді білдіреді. Келесі мысалға қарайық. She won't study English next month. She won't деген бізде негатив тұрғыда Future Simple екендігін білдіреді. Қызылмен белгілеп жазып қойғанмын. She won't study етістіктің түбірі. Ол оқымайды English next month. Next month деген ол бізде келесі ай. Келесі ай ол ағылшын оқымайды деп тұр. Енді сұрау жағдайда бізде will алдына шығады. Will you visit етістіктің түбірі. Will you visit London next year? Келесі жылы сен Лондонға саяхаттап барасың ба деп сұрап тұр.
Бұл бізде жалпы future simple'дың сөйлемдері. Future simple'ға жазып арналған сөйлемдер. Ал енді осы future simple'дың keywords дейді ғой. Ключевые слова. Яғни signal words'ын қарастыратын болсақ, next year, next month, next day, tomorrow, дегендей. Яғни осындай signal words, осындай сөздер келсе, онда сіздер бірден угадать ету керексіздер оның future simple шағында тұрғандығын. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Барынша тез әрі жеңіл жолмен түсіндіруге тырыстым. Егер сіздерге сабақ ұнап жатқан болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, пікір бөліміне қандай тақырыпта сабақ көргіңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Сіздерге жазғы демалыста сәттілік тілеймін. Уақыттарыңызды құр кетірмей, ағылшын тілін үйренулеріңізге сәттілік. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айтолқын.